Бай болғыңыз келсе. Біз кейде мұқтаж адамдар қарыз сұрап келсе, бере ала ма, бере алмай ма деп қараймыз. Қазіргі тілмен айтсақ, бұл бизнес. Туыстарымыз көмек сұраса, өзінің аяқ-қолы бар, мен сияқты ол да жұмыс істеп тапсын, деп көкірегімізді кереміз. Бірақ кейде бүкіл әулетіңіздің несібесін сізге беруі мүмкін. Ал біз келіп міндетсінеміз. Маңдай терімен тапқан ақшам дейміз. Алланың арқасында екенін оп-оңай ұмыта саламыз. Мұқтаж адамнан аяп қалған ақшамызды осы қайтара алады-ау деген адам келіп сұраса, бере қоямыз. Осы әділетке жата ма? Қалай ойлайсыз? Егер мүмкіндігіңіз жетіп тұрса, қарыз беру де сауапты іс. Менен бір құрбым қарыз алған, қомақты сома. 5 жыл қайтара алмады. Меккеге барғанда сол құрбым үшін дұға жасадым. Достығымыздың арасына ақша түспесінші дедім. Сол сапардан елге оралғанда 5 жылдан бері қайтара алмай жүрген құрбымның күйеуі бір-ақ күнде қаражат тауып қарызын қайтарды. Кейде осы адамдар неге мені пайдаланып кетеді деп ренжіп жатамыз. Ойланыңыз, сізді ренжіткен адамның сіз айнасыз. Сонда кім кінәлі? Және бір айтатыным, егер сіз қандай да бір айналаңыздағы мақсат қойсаңыз, сол мақсатыңызға сай ақша келеді. Кейбір адамдар $10,000 болса ғой деп армандайды. Ал ол қаражатты не істейсің деп сұрасаңыз, білмейді. Күмілжіп жауап бере алмайды. Яғни мақсаты жоқ. Ал мақсаты жоқ жерге тағы да қайталаймын, ақша келмейді. Жұмыс жасау үшін энергия керек. Мақсат тапқан кезде мотивацияны өзіңізден аласыз. Бірақ ақша да дүниеде келген кезде оны жүрекке кіргізбеңіздер. Өздеріңіз куәсіздер ғой. Мен айтыстан жақсы табыс таптым. Бүгінде енді сұрақ, мен неге көп табыс табамын? Неге асығым алшынан түседі? Өйткені мен өте көп беремін. Адамдарды қуантқанды жақсы көремін. Бұл әрекетім маған көп табыс алып келеді. Алла менің несібемді көбейтсе, оның қарапайым бір ғана құпиясы осы. Сіз де қайталап көріңіз. Әулеттеріңізді қуантыңыз, балаларыңызды қуантыңыздар. Осы орайда есте ұстайтын нәрсе, біз адамдарды қуанту отбасымыздан бастауымыз керек. Алдымен балаларыңызды, күйеуіңізді разы қылыңыз. Классикалық психологияда еркекті аямаңдар дейді, оларға көмектеспеңдер дейді. Сүйіңдер, сыйлаңдар дейді. Исламда олай емес, еріңді құрметте дейді. Ислам үлкенді сыйла, көмектес дейді. Ал классикалық психология сен ешкімге міндетті емессің деп қарайды. Сондықтан қандай ілім алсақ та өз иманыңыздың өресінде өскеніміз дұрыс. Сонымен алдымен жақындарыңызға сыйлық жасаңыз. Артылып жатса, басқаларға жәрдем беріңіз. Берген жерде береке бар. Байлық деген нәрсе бір күнде келе салмайды. Алдымен ойға келеді, сосын бойыңызға келеді. Психологияда қайыршылық психологиясы деген ұғым бар. Ақшаның келуі үшін осы қайыршылық психология құтылу керек. Ол дегеніңіз үйдегі ескі құсқыдан құтылуыңыз керек. 40 жылғы заттардан арылмай жаңа дүние келмейді. Ұзақ жылғы жиһазды да тұрып қалған энергия болады. Ол энергия жаңа ақша энергиясына орын босатпаса, байлық қайдан келсін?
Кедейлік психологиясында адамдарды қазір бірден танимын. Олар ең бірінші әңгімесін «Светті өшір, кеше светке удай ақша төледік» деп бастайды. Ал шын мәнінде жарық энергияны көп үнемдейтін адамдар оған нақты қанша төлейтінін білмейді екен. Кез келген магазиннен шыққан кезде ақшаның түк құны жоқ екен дейтіндер де осы психологияда адамдар. Өйткені ақша кеткен сайын өзіне кедейленіп бара жатырмын деп ойлайды. Өткенде ғана аяқ киім алған едік қой деп ақшаны есептей беруде кедейліктен қорқудың нәтижесі. Ақшаны жұмсаған кезде «Вау!» деп қуанасыз ғой. Тура солай қуану керек. Мына көйлекті алайын ба, алмайын ба, басқа базарда арзан шығар. Кедейлік зонасын басты себепкерінің бірі осы сөз. Алғысы кеп тұр, бірақ қолындағы ақшаны жұмсауға қиналады. Біліп қойыңыз, ақша қиналып шыққан кезде қиналып келеді. Ақшаның берекесі жоқ дейтіні сол. Ақшаны алдың ба, рахаттанып беріңіз. Нақтырақ айтар болсам, ақшаны берген кезде жеңіл беріңіздер, рахаттанып беріңіздер. Әкім десек, ой, оңбаған, жемқор, бүкіл ауылдың ақшасын жеп қойған деп шағымданамыз. Адамдарды байлығына, қызметіне бола жек көру, ғайбаттау, қабылдамау дұрыс емес. Олай десек, біздің түп санамыз байлықты жек көріп тұр деп ойлады. Сыйластық болды. Ақша үшін жүрген жоқпыз дейміз. Тіпті мәселе ақшада емес қой деп шығамыз. Жоқ, әлбетте мәселе ақшада. Тек қайталап айтатыным, ақшаны да, дүниені де жүрекке түсіріп алмаңыз болғаны. Дүние жүрекке кірген кезде иман әлсіреп кетеді. Дүниені алақанға ғана ұстаңыздар. Рухани және толтыратын жерге дүниелік кіргізбеңіздер. Төмендегі әңгіме мәтін елестетейік. Пайғамбарымыз хадисінде дүниеде 4 түрлі адамдар болады. Білімді де, байлығы да бар. Ол біліміне амал қылады. Байлығын садақа береді. Туысқандармен жақсы қарым-қатынаста болады. Бұл адамдардың ең жақсысы. Білімі бар, бірақ байлығы жоқ. Ол білімді болғандықтан, егер менің байлығым болғанда жақсы істерге жұмсайтын едім деп ниет қылады. Жақсы ниетінің бірінші адам жеткен дәрежеге жетеді. Байлығы бар, бірақ білімі жоқ. Білімсіздің кесірінен малын тура емес жолға жұмсайды. Туғандарына қайыр садақа қылмайды, зекет бермейді. Бұл ең төменгі дәрежедегі адам. Байлығы да, білімі де жоқ адам. Білімсіздің кесірінен менің байлығым болғанда анау адам сияқты жаман жолдарға жұмсайтын едім деп ниет қылады. Бұл адам жаман ниетімен төменгі дәрежедегі адамға да ұқсап қалады. Осы адамдар тобының алғашқысынан болайық. Өмірде ең оңай тағдырға өкпелеп, өкіметке ренжіп, диванда жата беру. Мақсат қояйын десе ақша жоқ, таныс жоқ, жұмыс жоқ. Мен өзім ақша табу үшін азаннан кешке дейін жұмыс істеу керек дегенмен келіспеймін. Азаннан кешке дейін қиналып құрылыста, билі қисайып шахтада, мал бағып далада жүргендердің барлығының миллионер болып кеткенін көрмедім. Біз қолымыздан келмейтін іске уайымдамаңыз. Уақыт кетіреміз, оны қалайда шешуге ұмтыламыз. Қолыңнан келмей ме? Демек, бұл сенің проблемаң емес. Ендеше неге бос әуреге салынамыз? Мәселен, менің бала кезінде қасымда әкем болған жоқ. Сондықтан азаматпен тіл табысу дегенді білмедім. Бір түскен орға қайта түсе бердім. Егер ол кезде қазіргі психологиялық білімім болғанда, сол орды айналып өтер едім.
тіпті мүлде түспесті едім. Жылауық едім. Есікті бекітіп алып жылайтын едім. Неге? Қазір ойласам, мені жылататындар көп болыпты. Тағы да сол бүгінгі білгенімді сол кезде білсем, жылауық болмас едім. Жалпы үйге келетін кіріс көбейсін десеңіз, шаңырағыңызды энергетикадан бұзыңыз. Алла сабырлыларды жақсы көреді. Бір күнгі ұрыс 40 күнгі берекені алады. Мұндай әрекет арқылы өзімізге келе жатқан потокты жеп қойып жатырмыз. Поток ақша ағыны. Аузыңыздан шыққан кез келген тілегің жылдам орындалуына мүмкіндік беретін ұғым. Әрине, Алланың қалауымен. Әдетте адамдар дүниеге байлықтан күдер үзген соншалықты үйінен шыққысы келмейді. Диваннан тұруға ерініп тұрамыз. Ой, танысым жоқ, қайда барамын, білім жоқ, сылтау көп. Ал ақша кімге келеді? Ақша сабырлыларға келеді. Тек қана сабырлы болу жеткіліксіз. Мәселен, денсаулықта бар адамдар бірдей емес. Байлардың да денсаулығы сыр береді. Статистикаға қарасақ, байларға қарағанда кедейлер көп жұмыс істейді. Ақша еңбекке келмейді. Ауқатты адамдар жанкешті жұмыс жасамайды. Ал күн-түн жұмыс істейтіндердің ақшасы көп емес пе? Жоқ. Ақша білімге келе ме? Жоқ. Нашар оқыған кластасыңызды еске түсіріңіз. Жақсы оқығандар мықты ма? Ең жақсы оқыған кластасымыз миллионер болып жүр ме? Бәрі емес. Олар жақсы оқимын, бір жерді тесіп шығамын деген сенімде жүре берген. Ал ақша идеясы бар адамға $10,000 берсе де тауысып қойып, қайтадан жоқ болып отырады. Ендеше сол идеяны қайдан аламыз? Өз миымыздан аламыз. Ешқандай коуч, әулие, әмбие сіздің нені жақсы көретініңізді, қандай қабілетіңіз барын білмейді. Сізге идея бермейді. Ас үйден шықпайтын қыздар бар. Ендеше сізге осы өзіңіз ұнайды, өздеріңіз дамытыңыздар. Даяр бешбармақ жасайтын қыздар бар. Кәдімгі нанды илеп, жайып қатырып, арасына қағаз салып сатады. Дүкендерде сатылатын басқа дайын жаймалар сияқты қап-қатты емес, жұп-жұмсақ. Сондай-ақ лағманды да созып қатырып қояды. Яғни олар өз сүйген ісін өз бизнеске айналдырып отыр. Киім тігуді жақсы көресіз ба? Ендеше рахаттана отырып, қиялыңызды дамытыңыз. Мен бүкіл ауылды халатпен қамтамасыз етіп отырмын деңіз. Дәрігерсіз бе? Медбикелерді жинап алыңыз, жұмыс істеңіздер. Сабақ жақсы берсеңіз, сабаққа кірісіңіз. Идеясы бар адамға ақша келеді. Үйдің энергиясын бұзбаңыздар. Жатын бөлмеде, ас үйде ұрыспаңыздар. Ас үйде тамақтың иісі сезілуді. Сіз сабырлы болған кезде сізден тарайтын жылуды ешкім бере алмайды. Жылы жерден еркектер кетпейді. Бір құрбым бар, жолдасымен ұрсатын болса, шық далаға дейді екен. Өйткені үйдің энергиясын бұзғысы келмейді. Ұрсу ұлық. Яғни сізге ақша келе жатама жолы байланып қалады. Көп қазақтың табысы 60-70 мың теңге шамасында. Қамықпаңыз, егер басқаның көкесі миллионер болса, әкім болса, оның демеушісі Құдай болса, сіздің демеушіңіз Алла. Көтерілеміз. Идеяңыз жоқ па? Ендеше не істейміз деген сұрақты шығарған ми жауабын біледі емес пе? Бұған дейінгі өміріңіз маңызды емес. Идея ойлап табыңыз. Бір жігіт болған, түкте құлқым жоқ дейді. Ойын ойнап отырады екен. Ол жігіттің келіншегі менде жұмыс істеген. Қазір компьютерлік клубы бар. Бір қыз бар, жоқшылықты көп көрген,
отбасында өскен, мектеп бітірген соң оқыған, қалаға келіп жоо да оқыған. Бірақ мамандығы бойынша жұмыс таба алмай, бір халықаралық компанияда еден жуушы болып орналасады. Сол жерде еден жуып жүріп, барлық жұмыс істеу жүйесін де біліп жүреді. Бір күні сол білгенін жүзеге асатындай қызметкерді орны босағанда басшылыққа өзін ұсынды. Бірақ ағылшын тілін білуің керек деп жұмысқа алмайды. Содан ол Англияға көшіп кеткен таныстарын тауып алады да оларға тегін жұмыс істейтін, тек тіл үйренгісі келетінін айтады. Осылайша сол таныстарын балаларын мектепке тасып жүріп, 6 айда ағылшын тілінде сайрап шығады. Еден жуып жүрген қазіргі кездегі бастығы қазір сол қыздың қол астында жұмыс істейді. Ал ол компанияда бүгінде 500-ге жуық адам жұмыс істейді. Қайталаудан жалықпаймын. Байлық мақсат қоя білген адамға келеді. Мақсат болса, ақша өзі келеді. Сеніңіздерші маған, тек асықпаңыз, ашуланбаңыз, ұрыспаңыз, ғайбат айтпасаңыз болды. Жақсы сөйлеңіз, жақсы ойлаңыз, болды. Сонда байлық та, бақыт та сіздің босағаңызда байланады. Өткенде кітап сатып алған оқырмандар арасында ойнатылған ұтыста қажылықта ұтып алған қыз дәптерге анамды қажылыққа апарамын деп мақсат жазған екен. Кітап алғандардың 80-90% мұқтаж адамға бұйырса екен деп шын жүректен тілеулес болды. Мен өзім көп балалы иманды отбасы ұтса екен деп дұға қылып жүрдім. Таныстарым